Бүгінгі сабақ периодтық кестеге арналады, және де сіздердің алдарыңызда периодтық жүйенің ұзын формасы берілген. Бұл жерде бір айшықты қарастыратын болсаңыздар, мысалы хлор. Хлор деген бұл атом символы. Үстінде 17 бұл атом нөмірі де 35,15 ол атом массасы. Неліктен? Осы атом массасы бүтін сан емес. Мәселен, өткен сабақта айтып өткендей, АР, яғни атомның массасы, ол протондар мен нейтрондардан құралады. Сол бір элемент атомның протонын қарастырып көрейік. Егер де оның протоны өзгеретін болса, бұл элементте өзі өзгеретін болады. Мысалы, осы жерде тұрған хлор, оған бір протонды қосатын болса, ол аргонға айналып келеді. Және де бір протон алып тастайтын болсақ, ол күкіртке айналады. Алайда біз нейтрондардың санын өзгертетін болсақ, элементтің өзі өзгермейді, тек оның атомдық массасы өзгереді. Ол изотоп деп аталады, яғни изотоп дегеніміз протон саны, немесе атом массасы бірдей, нейтрон саны, яғни атомдық массасы әртүрлі бір элемент атомдарының түрі. Мысалы, хлор 35 және де хлор 37. Яғни, бірінші бұл атомдық массасы 35-ге тең хлор, екіншісі 37-ге. Олардың протондары міндетті түрде бірдей, яғни 17. Кері жағдайда ол хлор болмаушы еді. Ал нейтрондардың саны әртүрлі. Мысалы, біріншісінде ол 18-ге тең, екіншісінде 20-ға тең. Бұл жерде атомдық массасы 35 хлор, жер шарындағы бүкіл хлордың 75%-ын құрайды. Ал 37 массасы бар хлор, ол барлық хлордың 25%-ын құрайды. Сонда біз орташа атомдық массасын есептегенде, келесі түрде оны яғни есептейміз. АР бұл атомдық массасы тең 35-ті көбейтеміз 75%-ға, оған қосамыз 37 көбейтілген 25%-ға, және де бөлеміз барлығын 100%-ға. Сондағы оның мәні 35,5. Яғни бұл оның орташа атомдық массасы. Енді кестемізге оралайық. Бұрын айтып кеткендей, бұл ұзын формасы. Одан басқа біз Менделеев кестесін білеміз. Бұл Менделеев кестесі ол топтар мен периодтардан құралады. Осы жерде топтарды біз үстінен астынан санаймыз. Мысалы, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ кете береді. Ал периодтар солдан оңға қарай, яғни бірінші период, екінші период және де үшінші период. Барлығы осы Менделеев кестесінде бізде 8 топ және де 7 период бар. Ал ұзын формада 18 топ және де 7 период бар, яғни айырмашылық тек топтарда. Себебі Менделеев кестесінде осы көк түспен берілген транзиттік металдар, олар ұзын формада бөлек салынған міне. Сондықтан қосымша 10 топ бар, яғни 8 топтың орнында бізде 18 топ. Бұдан басқа ерекшелік бізде жоқ. Менделеев кестесіндегі периодтар қатарлардан тұрады. Бірінші, екінші және де үшінші периодтар кіші периодтар деп аталады, өйткені небары бір қатарлардан тұрады. Ал одан кейінгі периодтар үлкен периодтар деп аталады, өйткені екі қатарлардан тұрады. Мұндағы элементтер металдар және бейметалдар деп бөлінеді. Біз оларды қалай ажыратамыз? Осы бериллий мен бордың арасындағы сызықтан алюминийге дейін, одан кейін титан, германий ден өтетін сызық жүргіземіз. Осы сызықтан кейін біздің кестеміз екіге бөлінді. Сол жақтағы асты, олар металдар, яғни металдық қасиетке ие, ал оң жақ үсті бейметалдық қасиетке ие. Алайда, бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай, кестенің оң жағында қалып қойған феррум бізде шын мәнінде металдар болып келеді. Яғни осы көк түспен берілген элементтер, олар металдар. Яғни қай
жартыдаулар орналасқанымен, олар әрқашанда металдар болып қалады. Алюминий, германий сияқты диагональ басып өткен элементтер, олар металдық және бейметалдық қасиеттерге бірдей ие. Оларды біз басқаша екідайлы немесе амфотерлі элементтер деп те атаймыз.